Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дұға қылып отқан жеріне мешіт соқ қойған, бір бөлмелі кішкентай. Сол жерге кіріп, Пайғамбарымыз дұға қылып отқан жеріне 2 рет намаз оқимыз қазір иншалла. Ор қай жерге қазылған? Ор осы жерде болған. Бірақ көміліп кеткен. Мына жаққа қарай тау болды. Мына жақтың бәрі құрма ағаштары болды да, жау өте алмайтын болды. Осы жерден ғана бір от болды ғой, қалаға кіреді. Мекке жақтан келген ба? Осы солтүстігі. Осы жерді қазып қойған ғой, айландыра. Хандақ соғысы. Хандақ араб тілінде ор, қазылған шұңқыр деген мағынаны береді. Бұл Мадина қаласының айналасында мұсылмандар мен меккеліктер және яһудилердің арасында болған соғыстың аты. Хандақ соғысы Мадина қаласын қоршаумен басталады. Бану Надир, Құрайыштар, Ғатафан тайпасы және Бану Құрайза руларының мұсылмандарға қарсы шығуы. Олар Медина қаласына 627 жылы 31 наурызда келіп, қаланы 2 аптаға қоршауға алады. 627 жылы Хайбарға көшіп келген яһудилер мұсылмандарға соғыс ашамыз деп меккеліктермен байланыс орнатады. Олар мұсылмандарға қарсы күш біріктіріп, 10 мыңдаған әскермен Мадинаға жорыққа аттанады. Мұны естіген Мұхаммед пайғамбар Алланың игілігімен сәлем болсын, сахабалармен ақылдасады. Нәтижесінде Салман әл-Фарисидің пікірін мақұл көріп, қаланы айналдыра ор қазады. Мүшриктер қалаға жақындағанда орға келіп тіреледі. 2 рәкат намаз оқылық. Машалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы жерде отырған. Бисмилlah. Ішіне қараңыздар. Ойлаңшы достар, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы жерде дұға қылып жасап отырған екен Хандақ соғысында. Ерекше бір сезім болып тұр, өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз отырған жерде, демалған жерде қазір 2 рәкат намаз оқыдық. Аллаға сансыз шүкір. Қараңыздар. Меккеге, Мадинаға келсеңіздер, міндетті түрде экскурсия жасаңыздар.